Қайырлы күн. Біз бүгін өте дәмді холодец дайындайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Бізде бүгін сиырдың сирағы жақсылап тазалап жуып қазанымызға салып қайнаттық. Қайнағаннан кейін жақсылап көбігін аламыз. Бір жуа, бір сәбіз және 3 лабыр жапырағын қосып, жақсылап тұрып қайнатамыз. Бұл жерде менде бұл сирақтардың қайнағанына уже 2 сағат болды. 2 сағаттан кейін жаңа көргендеріңіздей дәміне қарай бұрышын, тұзын қосып шықтым. Әдемі қайнағаннан кейін әбден жақсы піседі. Менде 4 сағат қайнады толығымен. Осы тұрғанда барлық сирағымызды қазаннан түсіріп алдым. Көріп тұрғандарыңыздай тез былжырап пісіп, тез сүйектен ажырап тұр. Алдымен барлық құйқасын турап аламыз, сүйегінен ажыратып, одан кейін бәрін ет тартқыштан тартып, әдемілеп дайындап аламыз. Міне енді холодец қатыратын ыдысымызға осылай қалауыңша жаңа піскен сәбізді мен осылай астына әдемілікке турап шықтым. Сорпасына чеснок төркіледім. Енді сорпасының майын бірінші астына құйып алдым, одан кейін жаңа тартылған холодец салып, одан сорпа құйып, сөйтіп мен алма-кезек салып отырдым. Егер осылай салсаңыздар, холодецтерің тез қатып дірілдеп қалады. Бірақ адамдар әртүрлі жасайды, сорпасына қосып жібереді, тартылған етті сөйтіп те құя береді. Міне холодеціміз дайын. Салқын жерде сақтаңыздар, ешқандай бұзылмайды, жаймендеп таусылғанша жей бересіздер. Холодецімізді кесіп көрейік. Қарасаңыздар, холодец өзінің формасын әдемі ұстаған. Мен бір түн салқын жерге қойып қойғанмын. Міне көрсеңіздер, холодец өзінің формасын әдемі ұстаған. Бұл дайын холодецті күнделікті жесеңіздер болады. Бұда коллаген өте көп, белок көп. Сондықтан әсіресе 40-тан асқаннан кейін осыны күнделікті жеу керек. Негізінде буын ауыратын, тізесі ауыратын, омыртқалар ауыратын адамдарға күшті, пайдасы өте көп. Көргендеріңіздей холодец формасын әдемі ұстады. Салқын жерде сақтап күнделікті жей бересіздер. Ас болсын. Бізбен бірге дайындаңыздар.